26-28 желтоқсан аралығында республика көлемінде құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Іс-шара барысында бірқатар құқық бұзушылықтар анықталды. Атап айтқанда, Атырау-Ақтөбе тас жолының 549 шақырымында қауіпті аумақта 3/20 жол белгісінің талабын орындамай, Toyota Ipsum автокөлігі қарсы бағытқа шығып, Кибер Шериф құрылғысы арқылы анықталып тоқтатылды. Жүргізушіге Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 596 бабының 3 бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылып, іс құжаттары Мақат аудандық сотына жолданды. Сондай-ақ көлік құралын басқару құқығы жоқ 2 жүргізушіге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 612 бабының 2 және 4 бөліктері бойынша хаттамалар толтырылып, автокөліктері арнайы тұраққа қойылды. Бұдан бөлек, Атырау-Ақтөбе тас жолы бойында үй жануарларын құжатсыз тасымалдаған Газель және ВАЗ-2107 автокөліктері тоқтатылып, заңдылығын анықтау мақсатында аудандық полиция бөлімшесіне жеткізілді. Бүгін 28 желтоқсан күні ауа райының күрт өзгеруі салдарынан жол тайғақ болып, жол көлік оқиғасын болдырмау алдын алу мақсатында Toyota Prado автокөлігі тоқтатылып ескертілді. Соған қарамастан Toyota Prado автокөлігі және Renault Duster автокөліктерінің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Осыған байланысты барлық жүргізушілерге күн тайғақ екенін ескеріп, жылдамдықты төмендетіп, арақашықты сақтап, жолда барынша сақ болуды ескертеміз. Барлық жол қозғалысына қатысушылардың жол жүрісі ережелерін қатаң сақтауды талап етеміз. Жол қателікті кешірмейді.